Терезеден түскен баяу күн сәулесі бөлме ішіндегі тыныштықта ақырын тіліп өтетін. Алтынай айна алдында шашын тарап отырып өзінің өткен 7 жылына іштей көз жүгіртті. Отасқандарына 7 жыл болса да, Марат екеуінің арасындағы сезім салқындай қоймаған еді. Бірақ Мараттың айлап бақтада болуы сұрапыл сағыныш пен жалғыздықтың ауыр салмағын қыздың нәзік иығына артып қойғандай болатын. Ол екі баласын мектепке шығарып салып терезеге жақындады. Аулада су жаңа болмаса да жылтыраған шетелдік иномарка көлік тұр еді. Мараттың өткен жолы вахтадан келе жатып жасаған бұл күтпеген сыйлығы Алтынайдың жүрегіне ерекше бір жылылық ұялатқан болатын. Жұмысыңа, балаларға барып келуіңе оңай болады деп еді сонда Марат. Оның иығынан ақырын құшақтап, сен менің сүйіктіме лайықсың. Сондағы Мараттың ыстық құшағы мен денесінің табы Алтынайдың бойын әлі де жылтып тұрғандай. Ол иномарканың кілтін алақанында қысып күйеуінің қамқорлығына іштей риза болды. Бірақ бір ғана мәселе бар еді. Алтынайдың жүргізуші куәлігі жоқ болатын. Шаңырақтың бұл шағын қуанышын толықтыру үшін Марат вахтада жүріп ақ таныстарының желісін іске қосты. Басқа қаладағы ықпалды адамдар арқылы жүргізуші куәлігін кедергісіз ұйымдастырудың жолын тауып Алтынайға хабарласты. Жан, бәрін келісіп қойдым, деді Марат. Телефон арқылы дауысы қарлығып, сағынышын жасыра алмай, саған бір нөмір жіберемін. Ол кісі сені сол қаладан қарсы алады. Бәрі заңды әрі жылдан бітеді. Өзің қасымда болсаң етті, деп сыбырлады Алтынай. Даусы баяу шығып, басқа қалаға жалғыз баруға сәл қорқып тұрмын. Өзіңді қолға ал, сұлуым, деді Марат. Оны сабырға шақырып, менің ең сүйікті арланымсың ғой. Ол кісі сенімді адам. Хабарласта, жолға шық. Алтынай телефонды өшірген соң демін терең ішке тартты. Бойын екідай сезім кернеді. Бір жағынан күйеуінің қамқорлығы мен жанашырлығы сүйсіндірсе, екінші жағынан бейтаныс қала мен белгісіз сапар оның жүрегіне белгісіз бір үрейдің ұрығын сепкендей еді. Ол нөмірді тергенде арғы жақтан су, бөгде сенімді еркектің дауысы естілді. Алтынай телефон тұтқасын құлағына тақап демін ішіне тартқан күйі тұрып қалды. Арғы жақтан естілген салмақты, бөгде еркек үні оған басқа бір нөмірді жазып алуды тапсырды. Мен қалада болмай қалуым мүмкін, деді ол, қысқа қайырып, мына нөмірге хабарлас. Сені автобекеттен күтіп алып бұйымтайыңды реттеп беретін азаматтың аты Ерлан. Алтынай жаңа нөмірді дәптеріне түсіріп жатып жүрегінің ақырын дүрсілдегенін сезді. Күйеуінің ата-анасына жағдайды түсіндіріп, балаларды қалдырған соң асығыс жолға шықты. Автобус терезесінен созылып жатқан далаға қарап отырып, іштей Мараттың ыстық құшағын, оның сағынышқа толы жанарын елестетуге тырысты. Бірақ вахтадағы күйеуінің бұл күндері қолы тимей хабарласуға да мүмкіндігі болмай жатқан еді. Сол қалаға табан тіреген сәтте ауаның салқын лебі бетті сүйіп өтті. Ол берілген мекенжай бойынша үлкен, сұсты ғимаратқа қарай басып келді. Табалдырықтан аттай бере есік алдында тұрған орта жастардағы еңселі еркекке көзі түсті. Бұл Ерлан еді. Алтынайсыз ба, деді ол, даусы қарлығып, жанар мен қыздың бойын ақырын шолып өтіп, сұлулығыңыз туралы айтқан еді, бірақ мынадай тартымды екеніңізді күтпеппін. Амансыз ба, деген даусы әзер шықты Алтынайдың. Ол бөгде еркектің бұлай еркін сөйлегеннен ыңғайсызданып жанарын төмен салды. Әңгіме ең қызық жерінде тоқтады ма? Осы хикаяның жалғасын және басқа да қазақша 18+ аудио хикаяларды толық тыңдағыңыз келсе, бізге жазыңыз. Әңгімелер ашық айтылады. Өзіңізге ыңғайлы жолды таңдаңыз. Телеграмдағы жабық аудио арнамызға қосыла аласыз. Немесе барлық аудиоларды тікелей WhatsApp арқылы жеке жібереміз. Жаңа аудио хикаялар үнемі қосылып, жинақ толықтырылып отырады. Қол жетімді алу үшін WhatsApp нөмірімізге жазыңыз. 8 702 371 52 76. Тыңдаңыз, жаңа хикаяларды жіберіп алмаңыз.